Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі. Студияда Сымбат Асқар, алдымен андатпа. Елімізде есірткі таратып ұсталғандардың жазасы жеңілдемек. Ішкі істер министрлігі жаңа өзгертулер енгізді. Заң қандай баппен сотталғандарға қайырымдылық жасамақ? Бұл жайында мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі шығарылымда айтып берем. Алаяқтар банктер жабылған кезде де жұмысын тоқтатпайды. Мұндай бақылауды қостанайлық кейбір полицейлер азаматтардың алдау әрекеттері туралы соңғы хабарламаларын талдай отырып жасады. Мамандар демалыс және мереке күндері тұрғындарына қиындыққа тап болған туыстарынан жаңа қоңыраулар толқыны түсуі мүмкін екенін ескертеді. 14 наурыз көрісу күні. Наурыздың бастауы саналатын мейрамды қостанайлықтар сән-салтанатымен атап өтті. Жастар сарайына жиналған дүйім жұрт мерекелік дастархан жайып, келген қонақтарды ілтипатпен қарсы алды. Қостанай облысында сиыр еті қымбаттады. Саудагерлердің сөзінше бағаның өсуіне өнімнің тапшы болуы себеп болып отыр. Ал мамандар еттің тапшы болуына экспорт әсер еткенін айтады. Оған қоса жергілікті өндірушілерге өнімді үлкен мегаполистерге жіберген тиімдірек екен. Алайда туындаған мәселені жауапты орган жоққа шығарып отыр. Сөздерінше қағаз жүзінде еттің тапшылығы мен қатты қымбаттауы байқалмайды. Тақырыпты толығырақ әріптесім айтады. Динара Каримова ет сатумен 4 жыл бойы айналысып келеді. Саудагер негізінен жылқы мен сиыр етін саудалайды. Сөзінше жаңа жылға дейін еттің бағасы тұрақты болған. Бірақ қаңтар айында өнімнің тапшылығы байқалып, өндірушілер бағаны күрт өсіріп жіберген. Қазіргі таңда бір келі кесек ет 4000-нан асып жығылады деп отыр әйел. Сейчас мясо говядины очень... Сиыр етінің қымбаттауына өнімнің тапшылығы әсер етті. Қазір облыс бойынша емес, ел бойынша сиыр еті жоқ деуге болады. Шекара ашық болған кезде еттің барлығын жақын көршілес елдерге экспорттады. Қазір шекара жабылды, бірақ ет таусылған. Сол себепті қымбаттауда орын алып отыр. Бағаның қымбаттауымен өнімнің сатылуы да азайған. Саудагердің сөзінше, бұрындары 10-20 келі сатып алатын тұтынушылар қазір 5 келіден артық ет алмайды екен. Бағаны өткен жылмен салыстырып қарастырсақ, өткен жылы қара малдың төс еті 2200 теңгеден саудаланса, қазір бағасы 2600 теңгеден. Кесек еттер 3200-ден болса, бүгінде 4000 теңгеден асып жығылады. Ал белдеме 3000 теңгеден саудалануда. Былтыр оның бағасы 2600 теңгеден болған. Для дальнейшего предпринимательства. Тағы бір мәселе, ол ет өндірушілерге мемлекеттік субсидия алу қиын. Үкімет бұл салаға көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Сонда баға тұрақты болады. Шаруа қожалықтары жұмысшыларына жалақы да дұрыс төлемейді, себебі мал өсіру қымбаттап барады. Ал Қостанай облысы бойынша ауыл шаруашылығы басқармасы мұндай мәселенің жоқтығын алға тартады. Қағаз жүзінде ет дефициті жоқ екен. Керісінше, өңір тұрғындарын ірі қара етімен қамтамасыз ету 100%-дан асады екен. Оған қоса экспорт көлемі де үлкен емес, бірақ бағаның қымбаттағаны расталды. Оның өзінде саудагерлер айтып отырғандай емес, небәрі 6%-ға. Население области полностью обеспечено. Сиыр етімен облыс тұрғындары толық қамтылған деуге болады. Ешқандай дефицит байқалмай, жергілікті өндірушілерден бөлек ірі қараның өзге аймақтардан әкелінеді. Жыл басында мониторингке сүйене отырып, сиыр еті 6-8%-ға қымбаттаған айталамын. Ол шамамен 150-200 теңгеге. Өткен жылы облыста 40 000 тонна түрлі ет өндірілген. Оның тең жартысы ірі қараға тиесілі. Жалпы мамандар ет өндіру үрдісі облыста жылма-жыл артып келе жатқанын айтады. Алексей Краснов, Олег Сытник, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Алаяқтар банктер жабылған кезде де жұмысын тоқтатпай, қылмыскерлердің құрбандары несие ала алмауда. Мұндай бақылауды қостанайлық кейбір полицейлер азаматтардың алдау әрекеттері туралы соңғы хабарламаларын талдай отырып жасады. Мамандар демалыс және мереке күндері аймақ тұрғындарына қиындыққа тап болған туыстарынан жаңа қоңыраулар толқыны түсуі мүмкін екенін ескертеді. Толығырақ тілшіміз айтып береді. Телефон алаяқтары сәл ұмтылған алдау схемасына оралды. Оны қолданудың жаппай жағдайлары Қостанай облысында 2020 жылдың аз жазында тіркелді. Кейбір қылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері бұл халықаралық әйелдер күнін тойлау арқылы өскен демалыс күндерінде оларды осыған баруға мәжбүр етті деп болжайды. 8 немесе 7 наурызда ол қауіпсіздік қызметкері немесе банк менеджерімін деп қоңырау шалып өзін таныстырса, жәбірленуші адам оған сенбейтіні мәлім. Осыған байланысты олар өздерін құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде таныстырып, қоңырау шалу схемасын қайта бастады және сізге жақын туыстарыңыз жол көлік оқиғасына тап болды деп хабарлайды.
Әдетте бейтаныс нөмірлерден қоңырауға бірінші болып жауап берген адам еркек немесе әйел, ер бала немесе қыздың ауырсынумен бұрмаланған немесе жалпы жылап тұрған дауысын естиді. Есеңгіреген тыңдаушыға ол оның апаттан зардап шеккен ұлы немесе зардап шеккен қыз екенін хабарлайды. Олар әдетте жол қозғалыс оқиғасына ол кінәлі деген ақпарат айтып, басқа қатысушылар қатты зардап шеккен жоқ, бірақ емделуіне шұғыл ақша қажет дегенді айтады. Немесе жылап жатқан жалған туысының тұтқасын құқық қорғау органдарының қызметкері өз қолына алып, ол апатты тіркеусіз жасауды ұсынады. Оң түрде пайдалы шешу үшін зардап шеккендерге қолма-қол ақшаны әкеп беру үшін сіздің үйіңізге адам келетінін айтады. Ал оны алаяқтар интернеттен тауып, оған сол ақшаны алып кетуді сұрайды. 2023 жыл бұл аяқтықты аймақтың көптеген тұрғындары, негізінен зейнеткерлік жастағы кісілер қылмыскерлерге ондаған тіпті жүздеген миллиондаған жинақтарын теңгелерін берген. Сол жылы полицейлер курьерді алаяқтардың көмекшілерін бірінші рет ұстай алды. Кейін олар бас бостандығынан айырылды. Осы жылдың басынан бастап полицейлер атап өткендей алаяқтардың қолығына түспеген облыс тұрғындары мұндай қылмыстарды өздеріне қарсы 400 рет жасауға тырысқандары туралы хабарлаған. Яғни күніне орта есеппен 6 рет. Соңғы мереке күндерінің бірінде ғана полицейлер есептегендей 18 сәтсіз алдау әрекеті тіркелді. Алаяқтардың мұндай қоңыраулары алдағы демалыс күндері және алдағы Наурыз мерекесі кезінде қостанайлықтарды әбден мезі етуі мүмкін. Елімізде есірткі таратып ұсталғандардың жазасы жеңілдемек. Ішкі істер министрлігі қылмыстық кодекске жаңа өзгертулер енгізді. Ұзақ уақытқа темір торға тоғытылғандар енді арыз жазып, бостандыққа мерзімінен ерте шығу мүмкіндігін ала алады. Айта кетейік, мұндай қайырымдылық тек есірткі қойып кетушілерге қатысты, ал зиянды заттарды өндіріп, оны өңдеуге қатысқан азаматтардың жазасы керісінше күшеймек. Тақырыпты толығырақ әріптесім тарқатады. Өткен жылы мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында есірткі мәселесіне ерекше тоқталған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде заңсыз заттардың айналымы артып, жастар арасында өзекті болып бара жатқанын тәлпеш деп айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде заңсыз заттардың айналымы артып, жастар арасында өзекті болып бара жатқанын тәлпеш деп айтты. Президент сол отырыста құзырлы органдарға кешенді тапсырма жүктеп, есірткі қылмысын ұйымдастырған тұлғаларға заңды күшейтсін деп тапсырма жүктеді. Осыған байланысты 3 наурыз күні қылмыстық кодекске бірқатар түзетулер енгізілді. Құжатта бірқатар жаза түрлері күшейтілсе, кейбір қылмыстар керісінше жеңілдеген. Мәселен, енді есірткіні таратып сақтағандар бостандыққа мерзімінен ерте шығуы мүмкін. Бұрын соңды өзгеріске келмей тұрып, бұрын соңды аса ірі көлемде есірткі сақтаған үшін, таратқан үшін 10 жылдан 15 жылға шейін бас бостандығынан айыру қарастырылған болатын болса, бүгінгі күні осы өзгерістен кейін 8 жылдан 12 жылға шейін, яғни 3-4 жылға дейін бұл бас бостандығынан айыру шамалы жеңілдетіліп отыр. Есірткі қойып кетушілерге заңның күшейіп емес, керісінше жеңілдегені түсініксіз құбылыс болып көрінеді. Бірақ полиция өкілдері бұндай қылмыскерлерге қайырымдылықтың не үшін жасалып жатқанын түсіндірді. Неліктен бұндай себеп болып отыр? Бұл заңды жалпы жеңілдету себебі қазір мынау жастардың ортасында, кәмелетке толмағандар, жеткіншектер арасында осы есірткі қылмысы өте көбейіп бара жатыр. Содан бұл балалар егер қателесіп, жаңағындай қателік жасайтын болса, сол үшін бір жастарға мүмкіндік беру мақсатында осындай шара қабылданып отыр. Есірткі таратушыларға заң жеңілдегенмен, оны өндіріп, айналымын ұйымдастыратындарға жаза күшейді. Себебі олардың қоғамға тигізер зияны мол. Заң әсіресе білім беру ұйымдарында есірткі таратқандарға және ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында әрекет еткендерге күшейтілді. Нақты есірткіні өңдеп, тасымалдап, ұйымдастырып тарататын тұлғаларға қатысты қайта жауапкершілік одан сайын күшейіп отыр. Сонымен қатар атап кететін мәселе ол мынау егерде мемлекеттік жаңағы өкілеттігі отырған қызметкер өзінің қызмет бабын пайдаланып, осында есірткі сатумен, ұйымдастырумен, таратумен айналысатын болса, ол тұлғаларға қатысты 15 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылып, одан сайын жауапкершілік күшейтіліп отыр. Сондай-ақ заңда бұрын есірткі таратып сотталғандарды шартты түрде мерзімнен бұрын босату және жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жазамен ауыстыру қарастырылған. Әрбір факті сотталған адамның мінез құлқы мен ерекшеліктерін ескере отырып, жеке қаралатын болады. Айта кетейік, жыл басынан полиция қызметкерлерінің арқасында облыста әртүрлі есірткі заттарының 25 келісі тәркіленді. Оның ішінде синтетикалық есірткі, опиум және гашиш түрлері бар. Олжас Есенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.
Жаңа жылдан бастап тазалық 2012 серіктестігі өз тарифтерін көтергендіктен қоқыс шығару қызметтері үшін қостанайлықтар көбірек төлей бастады. Соған сай қала тұрғындары жаңа түбіртектерге қол жеткізді. Біздің редакцияға жүгінген қала тұрғыны тариф ұлғайғаннан кейін есепшотты төлеген кезде бірден 3 есе көп соманы көреді. Бұның қалай болғандығы және тарифті төлеудегі басқа да жайлар туралы толығырақ тілшіміз айтып береді. Жаңа жылдан бастап тазалық 2012 компаниясы өз қызметтеріне тарифті көтерді. Мысалы, абаттандырылған сектордың, яғни көп қабатты үйлердің тұрғындары үшін бір адамға 452 теңгеден 694 теңгеге дейін. Жаңа шоттар келе бастағанда Александр Могилко өзгертілген бағалар түсінуге шешім қабылдады. Түбіртекті зерттегеннен кейін онда көптеген сұрақтар туындады. Өйткені ол өз пәтерінде әйелі мен баласымен тұрады, ал есепшот бірден 7 адамға келді дейді ер адам. Осы уақыт ішінде бізге түбіртектер келіп отырды. Біз оларды төледік. Мен бұған онша назар аудармайтынмын. Бірақ биылғы қаңтар-ақпанда бізге 9000 теңге көлемінде түбіртек келді. Мен бірден бұл дұрыс емес деп күдіктеніп анықтауға бардым. Мен олардан тексеру актісін сұрадым. Олар бұл адамдарды қайдан алды деп, яғни біздің мекенжайымызда 7 адам тұрады дегенді. Бірақ олар маған ақпарат бермеді. Алайда компания ер адамға келісім шарттың көшірмесін және соңғы 3 жылдағы төлем туралы есептерді ұсынған. Ең қызығы, менің мекен жайымда мен пәтерде тұрамын, және анам жеке үйде. Сол адамдар енген. Біз бұл адамдар үшін пәтерде және сол адамдар үшін жеке үйде де төлейміз. Қоқыс шығаратын компанияда бұл жағдай белгілі. Олар бұндай сирек болса да шынымен кездесіп отырады деп мәлімдейді. Айтпақшы, ер адам мамандардың назарын қаңтар-ақпан айларында оның бір мекен жайы бойынша 14 адам тұрғанына аударды. 10 қаңтарға дейін бір тариф, оннан кейін басқа тариф болады, барлығын есептеу үшін. Сондықтан олар 7 адамға жасаған. 10 қаңтарға дейін есептеулер алынады. Содан кейін жетеуге 10-31 қаңтар аралығында жасалады. Себебі тариф айдың басынан емес 10 қаңтардан өзгерді. Сондықтан ол 14-ті көрген. Онда 14 адам жоқ. Бұл бәрінде кездеседі ме? Бұл бәрінде бірде кездесетін жай. Жалпы жағдайды түсіну үшін мамандар ер адамның анықтаманы талап етеді. Тіркелген адамдар туралы ақпаратты бұл бірден 2 мекенжай бойынша қажет. Оны күндерін көрсете отырып, егов жеке кабинетінен алуға болады, бірақ бұл тек берілген күні ғана өзекті. 2021 жылы тексерушілер үйлерге кіріп тексеру барысында сізді мекен жайыңызда көп адамдар тұратындығын біліп, үйді белсенді еткен. Басқа мекен жайда меншік иесі келіп, келісім шарт жасасып, сол адамдарды көрсеткен. Сол адамдар екенін білу үшін біз бүкіл базаны ақтара алмаймыз. Мен сол мекен жайдан есептеулерді алып тастауды сұраймын. Өйткені бұл адамдар маған осы мекен жайға бұрын жазылған деген өтініш түскен жоқ. Алайда ер адам осы жылдар ішінде контролердің есікті қағып тұрғанын көрмеген айтады. Осылайша бұл жағдайда ресми құжаттарсыз түсіну мүмкін емес. Егер пәтер иелері қажетті ақпаратты ұсынса, онда компания қайта есептейді. Бірақ азаматтық кодекстің нормаларына сәйкес соңғы 3 жыл үшін ғана. Ел тұрғындары жеке куәлікті үйден шықпай-ақ айырбастай алады. Ол үшін мобильді қосымшаға кіріп өтініш беру қажет. Тұрғындар дайын құжатты халыққа қызмет көрсету орталығынан алады. Жаңа жоба Ішкі істер министрлігі мен цифрлық даму министрлігімен бірлесіп әзірленді. Пилоттық режимде жұмыс істеуде. Толығырақ тілші тарқатсын. Енді жеке куәлікті онлайн ауыстыруға болады. Алайда бұл жаңашылдық тек жарамдылық мерзімі өткен куәліктерге қатысты. Құжатты жоғалтып алып, қайта қалпына келтіргісі келетіндер, немесе бұл құжатты алғаш рет алатындар халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өтініш тастауы керек. Сонымен онлайн куәлікті электронды үкіметтің сайтында немесе оның мобильді қосымшасында айырбастай аласыз. Ол үшін көрсетілген батырмаларды басып, паспорттар мен куәліктер беру мемлекеттік қызметін пайдалану қажет. Жоба пилоттық режимде жұмыс істеуде. Қызмет тек жеке куәлікті алуға қолжетімді. Әзірге төл құжатты онлайн айырбастай алмайсыз. Қолыңызда жеке куәлік бар болып, құжатты пайдалану мерзімін өткенде 1 күн болса, немесе әлі 30 немесе 10 күн болса, онда онымен 10 күнге дейін қызмет ала аласыз. Өтініш беруші мобильді қосымшаға кіріп, деректерді өз бетінше толтырады. Дәл сол сәтте фотосуретке де түседі. Мамандар суретке түспес бұрын веб-камераны алдын ала дайындап алу қажет дейді. Айта кетейік, фотосуреттің сапасы мен дизайнына белгілі бір талаптар қойылған. Егер сурет стандарттарға сәйкес келмесе, онда өтінім қабылданбайды. Көші-қон полиция өкілдерінің сөзінше, жасанды интеллект арқылы жасалған фотосуретті пайдалануға тыйым салынған. Электрондық өтінімді жасанды интеллект өңдемейді. Өтінім Ішкі істер министрлігінің қызметкеріне түседі. Сол сәтте жауапты маман өтінімдегі деректердің сәйкес келуін тексереді. Ал куәлікті алу үшін азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығына келуі қажет. Құжат сенімхат арқылы берілмейді. Бұл қызметтің ашықтығының бір кепілі. Ел тұрғындары онлайн қызметті нақты қашан пайдалана алатыны белгісіз. Бастама авторлары жаңашылдық 2026 жылдың 1 наурызынан кешіктірілмей іске қосылады дейді.
қазіргі таңда жоба ашық үкімет порталында талқылауда жатыр. Құжатқа әрбір азамат өз ұсынысын енгізе алады. Талқылау 19 наурызға дейін жалғаспақ. Олег Сытник, Қарагөз Мақатова, Дәуіт Байғоныс, Сайлау телеарнасы. 14 наурыз көрісу күні. Дәл осы күні құстан аман шыққан жұрт бір-бірімен төс қағысып амандасады. Наурыздың бастауы саналатын мейрамды қостанайлықтар сән салтанатымен атап өтті. Жастар сарайына жиналған дүйім жұрт мерекелік дастархан жайып, келген қонақтарды ілтипатпен қарсы алды. Салт дәстүрлер көрсетіліп, ұлттық ойындар ойналды. Шара барысын әріптесім Қарагөз Мақатова тарқатады. Бүгінгі көрісу күні құтты болсын. Аман есен қыстан шықтық. Жағдайыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Бүгін 14 наурыз көрісу күні. Бұл күнді амал мерекесі деп те атайды. Адамдар осы күні бұрынғы өкпе ренішін кешіріп, бір-біріне амандық, саулық тілейді. Қостанайлықтарда көрісу күнін ерекше сән салтанатпен тойлауды бастап кетті. Жастар сарайына жиналған жұрттың қарасы қалың. Алтай қыстан аман шыққан ағайын бір-бірімен төс қағысып амандасуда. Мерекеге орай мұнда 6 киіз үй тігілді. Әрбір үйде дастархан жайылып, қазақтың құрт, бауырсақ, сарымай, ірімшік, талқан, наурыз көже сынды дәстүрлі тағамдары қойылды. Көрісу күні мәдениет басқармасының бастауымен бүгін мінекей мәдениет басқармасының барлық жаңағы мекемелері бірлесіп осындай киіз үйлер тігіп, ол киіз үйлерді жасақтап, әртүрлі салт дәстүр көрсетпекшіміз. Бәрекелді ал, көрікті қыздар, көрікті жігіттердің атынан сыйлығымыз бар. Жүрегін сұлулардың желп еткізер, әз мырзадан сыйлық бар. Селт еткізер. Селт еткізер дегеніміз жігіттердің қыздарға беретін сыйы, ол әшекей, қазақтың бұйымдары, ол сырға, алқа дегендей. Ал ұйқашар дегеніміз қыздардың бөрікті әз мырзаларға ұсынатын тағамы. Мысалы, ол тәтті жент болуы мүмкін, тәтті айран болуы мүмкін, құрт болуы мүмкін, сол сияқты тағамдарды ұсыну рәсімі ол бізде ұйқашар деп аталады. Біз осындай рәсімді қазір осы келетін қонақтарға көрсететін боламыз. Салт дәстүрден бөлек бұл күні қазақтың ұлттық ойындары ойнатылды. Ізгілікке толы мерекенің маңызы зор. Себебі бүгін жылан-жылы қойнауға кіріп, жаңа жыл басталады. Наурыз күні кәрі жас құшақтасып көріскен деген Мағжан Жұмабаевтың өлеңі бар. Яғни наурыз туған екен, қар еріп жатыр екен, Самарқан көктас жүрген екен. Бұл қазаққа жат мейрам емес. Сондықтан ұзағынан болсын. Наурыз бір ғана күнмен шектелмеу керек. Наурыз бір ай бойы осылай тойлану керек. Наурызнамаға сәйкес мереке елімізде 10 күн бойы тойланады. Олег Сытник, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанайда робототехника жарысы өтті. Байқаудың бір ерекшелігі мектеп оқушылары өздері құрастырған роботтар мен ұлттық ойындарды ойнайды. Бұл сайыс көрісу мерекесіне орай ұйымдастырылды. Оған өңірдің түкпір-түкпірінен жиналған 105 команда қатысты. Толығырақ әріптесім тарқатады. Бейбарсил бүгінгі сайысқа Амангелді ауданынан келген. Ол роботтарды құрастырумен 3 жылдан бері айналысады. Бүгінгі байқауға тыңғылықты дайындалған. Ерте кезде шабандоз атпен шауып келе жатып, жерден жатқан теңгені қолымен іліп алса, Бейбарыс бүгінде теңгені роботпен алады. Жас өнертапқыш бұл туындысын 2 аптада жасап шыққан. Теңге алу роботы байланысы ол кәдімгі өмірде атпен адам алатын болса, ол жерде робот теңгені біріншіден қысып, оны осы жерге салып, одан кейін теңгені ар жаққа жібереді. Сол арқылы теңге алу. Роботтар ұлттық ойындарды ойнайды. Бүгінгі сайыстың тақырыбы осындай. Мұндай форматтағы конкурс облыста алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Ол наурызнама 10 күндігіне орай ұйымдастырылған. Жарысқа түскен оқушылар облыстың түкпір-түкпірінен келген. Олар өздері ойлап тапқан жобаларын әділ қазылар алқасына көрсетіп, олардың артықшылықтарын паш етті. Бұл ультрадыбыстық датчик түс датчигімен және үлкен мотормен қойылған, және спайктың конструкцияларымен істелінген. Көп нәрселерді моторчикмен істеуге болады, моторлар, баллондармен көп нәрселер істеуге болады. Соған мен қызығамын. Жарысқа жалпы 105 команда қатысуда. Оқушылар мерген, арқан тарту, садақ ату, теңге алу, сома атты 5 номинация бойынша өзара бақ сынайды.
То есть мы всегда хотим... Әрбір байқау мұғалім мен оқушы үшін өзіндік тәжірибе алаңы. Балалар мұндай сайысқа қатысып, жаңа нәрселерді үйренеді. Ұстаздар тәжірибе алмасады. Қателіктерін көріп, оларды дұрыстайды. Біздің мақсатымыз оқушылардың креативті ойлауын дамыту. Ұйымдастырушылар мұндай форматты байқау бұнымен тоқтап қалмайды дейді. Бұл қолға алынған жарыс келер жылда жалғасын табады. Осындай ақпаратпен хабарымызды аяқтаймын. Сау саламатта болыңыздар.